Армысыздар, құрметті көрермен, Қызылжар арнасында ұлағат хабары. Біз бүгін бізбен кесте тігіп, жүннен түрлі бұйымдар жасап үйренеміз. Көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Петропавл қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Күлмай Даханқызы. Ісмер киім, кесте тігу, гобелен, киіз басу, тоқу сынды тағы басқа қолөнер түрлерін меңгерген. Кішкентай ғана матамен жіп Күлмай Даханқызының қолына түссе көздің жауын алар, әдемі бұйымға айналады. Білікті ұстаз білген бізге үйретуге де аянбады. Түрлі түсті жүннен картина жасауды мен де байқап көрдім. Мен қазір сіздерге жүннен жасалатын бір бұйымды істеп көрсетейін деп тұрмын. Оған бізге түрлі түсті жүндер керек, және сабын керек, және де бізде ыстық су керек. Бұйымды бастамас бұрын ең алдымен біз бұйымның астына төсеніш ретінде бір түсті жүнді дайындап төсеп аламыз. Күлмай Даханқызы, мен де көрсем болады ма? Әрине болады. Мұнда кел. Жүнді ақырын қалай тартылады, солай қоя бересің. Қалың, жұқа, қолыңызға қалай ұсталынады, солай шығара бересіз. Сіз жасап жатқанда бір оңай сияқты көрінеді, шынында оңай емес екен. Ептілік керек. Ептілік керек оған. Және де бұндай жұмыстарға төзімділік керек, шыдамдылық керек. Бұл өнер өзі жалпы біздің ата-бабамыздан келе жатқан мұра ретінде сақталып қалған өнер ғой. Сондықтан да бұл өнерді біз керісінше жойып алмас үшін оқушыларды қызығушылығын арттырып, тартып, оқушыларға үйретіп, балаларымызға дамытып, өлтірмеу, ұмыттырмау жағдай жасау жағын ойлаймыз. Келесі слой міне үстінен былай қарай. Мына жер ашық қала берсін. Қала берсін ол. Біздің үйірмеде енді әртүрлі бағытпен жұмыс істейміз. Бізде тоқмада бар, кесте де бар, гобелен, тоқу өнері бар бізде. Әжелеріміз отыратын кешкілікте жүн түтіп, оны сабап. Ол кезде енді бұндай жұмыстар көпшілікпен істелетін жұмыстар болды ғой. Көбінесе үй жиһаздарына байланысты жұмыстар істелетін. Қазір міне уже тек қана үй жиһаз емес, бұны сәндік қолданбалы өнерге уже айландырып жіберген жағдайымыз бар ғой енді. Ол кезде киіз басу деген бір көңіл шаруа. Киіз басу деген ол ауыл, бірақ жабылып істейтін жұмыс қой ол кезде. Қазір уже жүннен міне уже кішігірім әртүрлі сыйлық заттар және де сәндік қолданбалы өнерге айландырып түрлі бұйымдар істеп жіберген. Енді міне біздің уже негізгі астыңғы қабатымыз дайын болды. Енді осының үстіне қандай гүл істейсің ба, или қандай бір өзінің шығармашылығына байланысты. Мен мысалы бір гүлдің бейнесін шығарайын деп тұрмын, жасап көрсетейін деп тұрмын. Так, бұл жүнді ең алдымен былай түтіп алу керек, формасын келтіру үшін. Өнерді жақсы меңгер алдым деп айта аламын енді. Және де гобелен тоқу өнері бар, мен оқушыларға үйретіп жатқан жұмыстарым бар. Және де тігін машинасымен әртүрлі киімдер тігу сияқты жұмыстармен айналысам. Істеп аласың да, мына жеріңді жазасың, мына жеріңді ұштап жүресің. Түймедақтың талдарын жасау керекпіз. Нақты
таза натуральный қойдың жүні деп айта алмайсың, бұл аралас, синтетикалық. Бұл енді сатылып алған таза қойдың жүні емес, әрине. Созып аламыз жүнді түстен сабағына кетейін. Біреуі сумен істеледі, а біреуі құрғақтай. Ол құрғақ дегеніміз осылай картина әртүрлі сурет бейнелер істеп аласыз да осылай. Сосын оны жай рамкаға әйнектің астына жапсыра салады. Мыналар жай бейнені шығарып қойып, әйнекпен жаба салған жұмыстар. Ал мына жұмыстар нақты осылай сабын сумен істелінген жұмыстар. Енді жүнді дайындап алдық, енді біз үстіне не қоямыз? Су кіте. Аса қатты су салқын емес, ата ыстық емес, орташа сумен. Су не үшін? Бұл су біріктіру үшін керек. Сумен сабын нақты осы жұмысты бекітіп береді. Үстіне осындай сетканы қоямыз. Сабынмен сабындаймыз. Осы судың, сабынның, жүннің қасиетін дұрыс пайдалана білген ата-бабамыз қандай дана болған, Негізінде жүн деген ол қасиетті нәрсе ғой. Бұрынғы кезде енді киім-кешек көбінесе осы жүннен жасалған таза ғой. Табиғи таза. Аталарымыз, ата-бабаларымыз таза киім киген ғой. Қазір бізде әртүрлі синтетикалық киімдер киеміз. Ол кейбір адамдарға жағады, жақпайды демеге, жағымсыз. Қойдың жүні, түйенің жүні деген нақты, қасиетті, адамның денсаулығына да пайдалы жүн ғой. Апаларымыз, әжелеріміз сабынның өзін сүйекпен күлді қайнатып сабын алғандар. Сондай қайынның қабықтарын қайнатып, және де мынандай шөп бар. Бізде өзі мусор болып жатады ғой көшеде. Содарды теріп, соны қайнатып, соның күлдерімен майды қосып, сақар деп айтады ғой. Сақар қайнатады деп айтады. Сабын, қара сабын істейді. Ол сабын ешқандай шампунның керегі де жоқ ол сабынның. Ол майлы, дененің бөрткен анамналарға ешқандай пайдасы бар. Ондайды башы жолатты. Дәрігерлердің өздері кішкентай балаларға қойдың жүнінен тоқылған байпақты жалаң аяғына кигізуге кеңес береді. Жүннің талшықтары баланың аяғын жыбырлатады. Сол кезде қан айналымы жақсарады. Содан баланың иммунитеті көтеріледі ғой. Күшейеді деп солай кеңес береді дәрігерлер. Осы әдіспен киім кешекті де жасауға болады. Жилеткалар, мысалы әртүрлі шарфтар жасауға болады. Қатайтып бекіту үшін керек бізге. Біздің негізгі жұмысымыз дайын болды деуге болады. Картина жасау менің де қолымнан келеді екен. Енді оны кептіріп жақтауға салып қою керек. Гүлмайда ханқызы, мына көрмеге өздеріңіздің біраз бұйымдарыңызды шығарған екенсіздер. Айтап өтсеңіз. Мынау уже гобелен тоқу әдісімен істелген жұмыс. Бұнда ең алғашқы рет бастағандықтан оқушылар жаңадан үйреніп атқандықтан
оқушыларға ең бірінші кішігірім жұмыстар істеп үйреттім да, сосын үлкен жұмыстарға көштік. Бізге істемен жасалған жұмыс. Бұнда Сабина деген қызымның жұмысы, бұл табиғатты көрсеткісі келді бұл тақырыпта. Мына жұмысқа тоқталатын болсақ, біз алғаш осы мектепке келгенде тұмар үйірмесін аштық. Сол тұмар үйірмесіне оқушыларымыз қатысты. Сол бұл енді 2-3 қыздың істеген жұмысы. Сабина және Жұлдызай деген 2 қызымыз коллективная работа. Ұжымдық жұмыс болып саналады бұл жұмыс. Бұл жұмыста аралас техника. Бұл жоғары бетінде қол инемен тігілген әдіс бар. Мынау кілем тоқу әдіспен тоқылған. Бұл енді кең дала, өзіміздің қазақ байтақ даланы кеңдігін көрсеткісі келді бұнда. Және табиғаттың, суреттің мағынасын жіппен көрсеткісі келді. Түс үйлесімділігін жақсы қолдана алды мына жұмыста. Сол бұл жұмыс былтырғы біздің облыстық көрмеде бірінші орын алған жұмысымыз. Шынымен әдемі екен, бірінші орынға лайықты жұмыс деп ойлаймын. 11-ші сынып оқушысы Назерке Молдыбаева сабақ оқып шаршаған кезде шеберханаға тынығуға келеді. Бойжеткен түрлі түсті жіптер мен ою әлемі өзін күндегі күйбеңнен арылтып, басқа әлемге жетелейтінін айтады. Біз кестемен жұмыс жасап жатырмын. Бұл жұмысты маған Күлмайдахан қызы үйретті, және де тақырыбын мен өзім таңдадым. Яғни маған осы үйірмеге алғаш келгенде ол біздің мұғаліміміз маған айтты, өзің ұнатқан тақырыбыңды және суретіңді алып кел деді. Мен осы суретті қағазға шығарып алып келдім, және ол кісі маған суретін салып берді. Осыдан кейін біз кестемен айналысып жатырмын. Бұл жұмысты істеп жатқаныма жуық шамамен 3 ай болды. Өзіме қатты ұнайды, себебі қазіргі таңда мен 11-ші класс оқушысы болғандықтан менде көптеген сабақтар бар, және де қиындық тудыратын пәндер өте көп болып табылады. Ал бұл үйірмеге келгенде мен өзімді тыныштандырамын деп айта аламын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Күлмайдахан қызы білгенімен, өмірден түйгенімен бөлісуге әсте жалықпаған жан. Шебердің сабағына шәкірттері қуана келеді. Бізбен ойлап кесте тігу өнерін Бақытжан Кенжебеков те меңгеруді ұйғарыпты. Жасөспірім өзіне бұл істе әжесі де жәрдемдесетінін айтады. Бақытжан, қазір не тоқып отырсың? Мен қазір қазақ халқының оюын ілмек инемен тігіп отырмын. Бізбен. Кәне, көрсетші Қолым бос кезде келіп, бос уақытымды кейде осы жерде, кейде көбінесе жатақханада өткізем, тігем. Бұл маған ойлауға және ойлау қабілетімді жақсартады, және де қолымның икемділігін де арттырады деп ойлаймын. Мен тоқып көруге болады ма? Болады. Көзге оңай көрінгенмен кесте тігу сәл қиынға түсіп жатыр маған, дегенмен меңгеруге болады. Баланы қырқынан шығару қазақ халқының маңызды дәстүрлерінің бірі. Дүниеге келген шарананы 40 күн бойы жалғыз қалдырмай бағып қағу міндет болып саналады. Өйткені адам өмірінің алғашқы 40 күні өтпелі, қауіпті кезең саналған. Баланы қырқынан шығарғанда шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс салып, 40 қасық таза су құяды. Қазақ ұғымында күміс адалдықтың, тазалықтың белгісі. Кез 40 күнге дейін баланың жаңағы қауіпті кезең деп есептелінеді. Бала 40 күннен кейін баланы қырқынан шығарады. Алдымен ыдысқа жаңағы күміс салынады. Күміс бұл 40 күміс салынады. Тазалықтың белгісі дейді. Содан кейін 40 қасық су құйылады. Bismillah.
қырық тұрған жоқ екен. 40 қасық суды құяды. Содан кейін осы суменен баланы жуындырады. Көн азамат болсын, ауырмасын, дені сау болсын, әке шешесіне қызық көрсетсін. Бісмілләһи. Болды жаным, болды. Бісмілләһи, болды. Қазақ халқы бала 40-нан шыққанша қарын шашымен тырнағын алмаған. Осы кезеңнен аман шыққан нәрестені құлақтанды, адам қатарына қосылды деп қуанған. Қарын шашын аламыз. Жаным. Шылым. Неке қарын шашын аламыз. Және тырнағын аламыз. Болды жаным, болды. Бұл күні баланың ата-анасы дастархан жайып, туыс-туғандар шақырады. Үлкендер ақ батасын беріп, балаға игі тілектерін жаудырады. Баланы жуындырған кезде су түбіне салынған күмістер қыз-келіншектер мен балаларға үлестіріледі. Ал ыдыс пен қасық баланы 40-нан шығарған адамға тиесілі. Мына ыдысты сізге сыйлаймын, сіз 40-нан шығарыңыз біздің баламызды, Ерсәлемді. Сіз ақылды болсын, мейірімді болсын. Рахмет. Сол енді балаңыз үлкен азамат болсын, сіздерге тек қызығын көрсетсін, ауырмасын, сол жүгіріп жүре берсін, сіздер тек сол қызығын ғана көріңіздер. Баланың алғашқы шашын анасы шүберекке тұмар етіп түйіп, бесігіне іліп қояды. Ал тырнағын ұрпағы көп болсын деген тілекпен жеміс ағаштардың түбіне көмеді.